Ресейлік патша үкіметі қазақ елін басқару жүйесінде өзінің рухани отаршылдық саясатын әрмен қарай дамыту мақсатында жергілікті әкімшілік орындарға діни миссионерлік жұмысты жүргізу жайында кешенді жоспарлар құрды. Бұратаналарды шоқындыру мәселесінде ресейлік миссионерлер қазақ даласына келгенге дейін тәжірибе жинап үлгерген болатын. Бұған дейін түркі тектес башқұрт комилерді толық шоқындырып үлгерген еді. Бұл халықты шоқындыру барысында орыстар айтарлықтай қарсылыққа тап болмады. Себебі бұларда нақты кітаби діні болмағандықтан тез шоқынды. Әрі бұл халықтарды шоқындыру ісіне жергілікті халықтың өкілдері тартылып, олар ойдағыдай нәтижеге жетті. Осы орайда 1870 жылы патшалық Ресейдің ағарту министрлігі Ресейде тұратын жұртшылықтарды сауаттандыру шаралары атты құжат қабылдайды. Осы құжатта көрсетілгендей орыс емес халықтарға білім берудің 3 түрлі бағыты анықталды. Бірінші бағыты сабақ сол ұлттың тілінде, бірақ міндетті түрде орыс әліпбиімен оқытылсын. Екінші бағыты сабақ таза орыс тілінде оқытылсын, түсінбеген жағдайда басқа тілді пайдалануға рұқсат. Үшінші бағыты сабақ тек қана орыс тілінде жүргізілсін. Осы құжатта айтылған негіздемелер бойынша миссионерлерге үкімет тарапынан тапсырмалар берілді және орыстандыру идеясын іске асыру үшін генерал-адъютант фон Кауфман арнайы жоспар жасап, оны ағарту министріне бекіттіріп алып отырды. Ал миссионер ғалым Остроумов болса, азиялық түркі тектестерді орыстандырудың желісін анықтай келіп, орыс халқымен және орыс мемлекетімен түземдіктерді жақындастыру бағыты тікелей орыс транскрипциясымен жүргізілу керек және орыс әліпбиіне ешқандай өзгеріссіз, қосымшасыз, қысқартусыз жүргізу талабы басшылыққа алынуы тиіс деп жазады. 1880 жылдары Сырдария губерниясына генерал-губернатор фон Кауфманның өзі келеді. Мектептердің дәрісіне кіріп, балалардың орыс тілінде білім алып жатқанын көріп, қуанып қол соқты. Бірақ қоңырау соғылып, балалар үзілісте далаға шығып ойнап жүргенде, олар өзара тек қазақ тілінде сөйлегеніне, неге олар өз тілінде сөйлейді, неге орыс тілінде сөйлеп ойнамайды деп қатты назаланғаны жайлы дерек бар. Отарлаушылар қазақ халқына да осы тәжірибені қолдану үшін қазақтардың өзінен миссионер қызметкер әзірлеуді қолға алады. Ол үшін әуелі 1786 жылы Омбы қаласында шекара комиссиясының жанынан қазақ балаларына арналған миссионерлік мектеп ашылды. Арада 3 жыл өткенде 1789 жылы Орынборда отарлаушылар рухында тәрбиеленген тілмаштар даярлайтын алғашқы мектептер ашылды. Қазақ ағартушысы Ыбырай Алтынсарин жоғарыдағы Орынбор тілмаштар мектебін 1857 жылы бітірген түлектердің бірі. Жыл өткен сайын қазақ даласында жоғарыдағы шіркеу мектептерден басқа көлемі зор орыс қазақ училищелері орныға түсті. Қазан төңкерісінің алдында бұлардың саны 20-ға жуықтады. Осы училищелерде мұсылманшылыққа қарсы арнайы пәндер оқытылды. Бұл оқу орындардың міндеті қазақтарды шоқындыратын кадр дайындау еді. 1868 жылы қабылданған ережеден кейін қазақтарды Орынбор муфтилігінен шығарып, оларға христиандықты тықпалау үшін Мәскеуде орыс еместерді шоқындыруды жеделдету мақсатында императрица Мария Федоровнаның жетекшілік етуімен бүкіл ресейлік миссионерлік қоғамы құрылды. Оның мүшелерінің саны 11 мыңнан асып жығылып, қоғамның жұмысын Мәскеу және Владимир митрополитінің өзі реттеп отырды. Үкімет қоғамға аямай қаржы бөлді. Мысалы, 1907 жылы қоғамның Сібір миссиясына 23423 рубль, Европалық миссиясына 73189 рубль, Жапония миссиясына 18120 рубль, Солтүстік Америка миссиясына 3600 рубль бөлінді. 1907 жылы аталмыш қоғамның Ақмола қаласында қазақ миссиясы құрылды.
Мұнда дайындықтан өткен 20 дін қызметкері жұмыс істеді. Бұлар Ақмола және Семей облыстарын шарлап миссионерлік жұмыс жүргізді. Әр жерге мектептер ашты. Онда 149 ер бала, 58 қыз бала оқыды. Бұлардың 17-сі шоқындырылғандар. Бұлардан 4 ер бала, 8 қыз қалалық училищелерге жіберілді. Олардың білімі де, күтімі де тегін болды. Миссия өздерінен көмек сұраған мұсылмандарға 800 рубль қайтарымымен 200 рубль бере салатын. Осылай үлкен қаржы жұмсап ұйымдастырудың арқасында аз ғана жылда миссионерлердің саны 8528 адамға жетсе, бұлардың 299-ы шоқынған басқа ұлт болды. Жоғарыдағы миссияның шарты бойынша Ресей бодандығын қабылдаған кез келген ұлт пен ұлыс Ресей патшасының, яғни өздері бағынған патшасының дініне болу қажет деген идея басшылыққа алынды. Сөйтіп христиан діні мен шіркеу отарлаушыларының қолшоқпар құралына айналды. 20 ғасырдың басында Ресейдегі эсерлік саяси бағытты ұстанушы священник Румынский былай дейді: орыс шіркеулері өздерінің алғашқы парызы Исаның өсиетін ұстанған діншілдік қасиетінен мүлдем ажырады. Бұлар қазір рухани полицияның міндетін атқаруда десе, қазақ даласында жүргізілген миссионерлік миссияның шынайы бейнесі жайлы тарихшы Мұхамеджан Тынышбаев былай дейді: бұл істер Ресей державасының теократиялық үкіметінің шет аймақ ұлттарына қарсы крест жорығы деген баға бере отырып, бірінші олар мешіт медреселерді жабу, мұсылманша діни кітаптарды жою, қазақ тілінде жазылған христиан кітаптарын оқуға мәжбүрлеу, шоқынбаса Сібірге жер аударумен қорқыту, христиан антын қабылдауға мәжбүр ету, қазақ балаларын миссионерлік үйлерде еріксіз ұстау, қазақтарды сыртынан шоқынды деп жариялау, христиан дінін қабылдамағандығы үшін қазақ қызының басын арқанмен қысу, қазақ тілінде кешірім мен өтініш жазуға тыйым салу, болыстың іс қағаздарын орысша жүргізу, тағы басқа адамдардың арын аяққа басу мен қорлау, күш көрсету. Бұл шын мәнінде 19 ғасырдағы қазақ даласындағы Ресей миссионерлерінің іс-әрекеті дәл осындай еді, дейді. Бұл мәліметтер Бекен Қайратұлының «Қазақия қалай отарланды» кітабынан алынды. Мұқият тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Парақшамызға кіріп, лайк басып, жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.